Каналға қош келдіңіздер. Осындай трайфлдар дайындайтын боламыз. Жұмыртқамызды салып, үстіне қант салып, жақсылап көпіргенше миксерлейміз. Сұйық май, су, сүтті құямыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдыста електен өткізілген ұнымызды саламыз. Барлық құрғақ заттарды біріктіреміз. Какаоны електен өткізіп, артынша разрыхлитель және де содамызды өткіземіз. Жақсылап араластырамыз. Жаңағы массамызға аз-аздан салып отырып миксерлейтін боламыз. Массамыз дайын болды. Табамызды майлап 25 минутта 180 градуста пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Ұнымызды саламыз. Үстіне қантымызды салып, бір жұмыртқа және де сүтімізді құямыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз, ішінде түйірі қалмайтындай қылып. Баяу отта жаймендеп үздіксіз қозғау арқылы қозғап отырып дайындаймыз. Араластыруды тоқтатпаңыз, себебі асты кеп кетеді. Қоюланған кезде сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Үздіксіз араластырып тұрамыз. Осындай консистенцияда болады және де үстіне пакетті контакт қып қойып, суығанша қойып қоямыз. Енді бетіне құю үшін шоколадты ганаш дайындаймыз. Шоколад пен сары майымызды араластырып, су моншасында ерітетін боламыз. Жаңғағымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бисквитіміз суыған соң, осылай үгітіп, ыдыстарымызға салып шығамыз. Барлығын орналастырып алдық. Кремімізді мешокқа құйып, осылай кремдерімізді бетіне құйып шығамыз. Барлығына толықтай сіңетіндей етіп, жайып жан-жағына демдеп жайып аламыз. Шоколадты ганашымызды бетіне құямыз. Барлық шетіне тиіп тұратындай етіп, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Осымен біздің сникерс трайфлдарымыз дайын болды. Осылай шиемен әсемдеп қойдым, бетіне какао септім. Өте дәмді болып шығады. Қыздар, дайындап көріңіздер. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген рецепттер болады. Сіздермен болған қымбат.